еркін еседі. Бұл не? Қанекей? Бұл не? Дайынсыздар ма? Өте жақсы. Бұл не? Әке түрді, онба түрді шеше алады. Ал кім мұның? Қанекей? Шек түсті, бүт түсті. Өте жақсы, бірінші қол бірінші аяқтады. Еліміздің бұл бағы, оны ақындар жырлады. Күш береді біздерге, биікте оның тұрғаны. Бұл не? Су. Өте жақсы, екінші топ аяқтады, бірінші топ. Кереге жарайсыздар. Келгенше шамасы, аямайды көмегін. Бар адамзат баласы. Оқулық, кітап. Шықты ма суреттері? Иә. Міне шықты. Қалғанымыз кім? Сызға береміз. Алмастық па? Иә. Ауыстық, иә, дәптерлеріңізді. Бір-біріңізді достарыңызға беріңіздер. Қазір тексеріп отырамыз, үшін тексеріп жүріңіздер. Енді үй тапсырмасын орындауға біз Learning Apps платформасы арқылы жұмыс жасаймыз. Күнделіктегідей ендеше қазір кім бізде шығады? Фактурда білдіретін айналдырамыз. Қараңыз. Жасмина шығады. Жақсы, Жасмина шығып, жұмбақтардан сөз тіркесін тауып, кестеге орналастырады. Үй жұмысын қалғанымыз тексеріп отырамыз, иә, досымызды? Бір қыз, Бір қазық. бір қазық сан есім мен зат есім. Өте жақсы, керемет. Қызыл мұрын сын есім мен зат есім. Жүнмен ойнайды зат есім мен етістік. Кішкене ат, үлкен ат. Сын есім мен зат есім. Мың қабат сан есім мен зат есім. Жерге бойлайды зат есім мен етістік. Өте жақсы, қанеке тексеріп көреміз. Жарайсың, ақылдысың дейді. Иә, бәріміз де дұрыс дейміз. Өте жақсы балалар. Енді сендердің алдағы үй жұмысына береміз, иә? Өткен сабақта сөз тіркесін өттік. Біз сендермен киіз үйде екі ұпай деп бағалап қоямыз. Сабағымызға шығайық, қайсына? Қанеке, онан көреміз. Күнделікті болғанын жүрміз, аға орнынан тұрмыз. Жай және Келесіңдер ме балдар? Қалай шықты? Жай және бұрмалас сөйлем. Өте жақсы, ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай және бұрмалас сөйлем. Сабағымыздың мақсаты жай сөйлем мен бұрмалас сөйлемнің бір-бірінен өзгешелігін білетін боламыз. Сөйлем түрлерін ажыратуды үйренеміз. Ендеше қазір біз сендермен бұл тақырыпты кішкене бейнероликке назар аударып, сілтеме арқылы ережені түсінуіміз керекпіз. Қазақ халқы қашанда үлкенді сыйлап, кішіге ізет көрсеткен халық. Әдептілік қалыптасқан ұлттық мәдениеттің белгісі және ұлттық қазақи тәрбиенің ізгі бастауы. Игі әдеттен әдет ғұрып қалыптасып, одан әдеп пайда болады. Қазақ халқы қашанда үлкенді сыйлап, кішіге ізет көрсеткен халық. Міне қызық, мәтінде барлық сөйлем құрмаласып тұр. Қалай? Сонда олар құрмалас сөйлем бола ма? Иә, сөйлем құрылымына қарай екіге бөлінеді. Жай сөйлем және құрмалас сөйлем. Жай сөйлем бір немесе бірнеше сөзбен сөз тіркестерінен құралып, тиянақты бір ғана ойды білдіретін сөйлем. Ал құрмалас сөйлем екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіретін, мағыналық жағынан өзара байланысты бір тұтас сөйлем. Қазір мен саған жай сөйлемдер айтам, сен ол сөйлемдерден құрмалас сөйлем құрап көр. Қане көрейік. Биыл қар кеш жауды. Шана жолы кешең түсті. Биыл қар кеш жауып, шана жолы кешең түсті. Дұрыс, жарайсың Дана. Барлығынан түсіндірсе, жасыл асықты көтересіңдер. Егер де сұрағым бар десе, сары асықты, мен түк түсінбедім десеңдер, қызыл асықты көтересіз. Қанекей көрсетеміз. Алихан сары, жақсы,
жабыстыра отырып жай сөйлем және құрмалас сөйлемдерді ажыратамыз. Бағаның екі жағына сөйлемдерді сәйкестендіріп салыстыратын жұмысына дайынбыз ба балалар? Ал біздер ойнамыз. Желімдерім бар бір алдында. Жай және құрмалас сөйлемді топпен орындаймыз. Кім болады? Аяқтағаннан кейін қоңырауды басып Әжем жүр үйреді. Ауылдан атам келді. Оқушылар тәртіпті. бұл жерде неге жай сөйлем болып тұр? Өйткені бір ойды білдіріп тұр, иә? Жақсы. Келесі құрмалас сөйлемдерді. Ауылдан атам келсе мен қуанамын. Ары қарай. Әжем сүт беріп, одан кеудеше тоқылды. Ары қарай оқы. Оқушылар тәртіпті болса, ұстаз қуанады. Өте жақсы. Неге осыны сіздер барлықтарыңыз орындапсыздар, иә, топпен? Неге мына жақта жай сөйлем, мына жақта құрмалас сөйлем деп ойлайсыңдар? Не себепті? Жай сөйлем бір сөйлемді бір ойда білдіріп тұр, иә? Ал бұл жерде екіншіде құрмалас сөйлемде бізде екі ой бірігіп тұр. Өте жақсы. Отырамыз. Диалог оқыңыз. Кішкене дайындалып алыңыз. Kulaktan koyar. Жергілікті бала тәлімгерек тек балалар одан қорқады. Күнәсін айтпайды, кішкентай тауып алуымыз керек. Құрмалас сөйлемді, яғни екі ой бірігіп, бір ойды білдіріп тұрғандай, иә?
дейтіндер бар ма? Жаңи, үндемей отырсың. Әжем оны өрнеп әкеліп, бір кеше тікті. Өте жақсы. Әжем оны өрнеп әкеліп, бір кеше тікті. Келе ғой, Таслима. Балалар келіп, менің асып мұнаға Ең соңғысына келе ғой. Балалар далада асық ойнап жүрсе, орнымен көріңдер ма қателерімді? Байқадыңдар ма? Қате келіпті. Неге айтты? Кім сөйлем құрастырады? Жангир айтам дейді. Бесікте ұйықтап жатыр дейді. Менің інім бесікте ұйықтап жатыр. Өте жақсы, келесін жақтырамыз. Мына жақта қандай сөйлем? Ары қарай жақтырамыз. Өте жақсы. мен торсықтан су ішемін. Торсықтан су ішемін. Жақсы. Таслима. Сен не қақияма ұқсайды? Менде осындай қия бар. Керемет жарайсың. Менде осындай қақия бар дейді. Жақсы. Ары қарай. Жасыл шықты. Жасылдатамыз. Олса, айтамын. Асықтарымды егер де бүгінгі сабақ керемет өтті, маған ұнады, маған бәрі де түсінікті болды десеңдер, онда жасыл дорбаға әкелеміз жасыл асығымызды. Егер де менің сұрағым бар, бірақ та жақсы түсіндім, бір-екі жайтты орындай алмадым десеңдер, онда сары асықты сары дорбаға әкелеміз. Немесе әлі де іздену керек, мен әлі жұмыс жасаймын дегенді естесіңдер, қызыл асықты қызыл дорбаға әкелеміз. Көседі. Жеті, тоғыз, 8, 10. Өте жақсы балалар, сабақ